Құрметті көрермен, біз әрі қарай жалғастырамыз. Жалпы психологтардың айтуынша жыныстық сауаттылық туғаннан басталады екен. Бұл яғни баланың өз жынысын қабылдауы, түсінуі, білуі, яғни ұл немесе қызбын деп өзін қабылдауы, бұл жыныстық сауаттылық, құрметті көрермен. Енді ата-ана осыған қалай үйрету керек балаларға, балалармен қалай сөйлесу керек? Осы туралы бүгін бізге ең пайдалы кеңестермен бөлісетін психолог Жасұлан Сейтқалиев мырза қонақта. Бүгін біздің студиямызда қош келдіңіз. Қош болдық. Қайырлы таң барлықтарыңызға, армысыздар. Көргенімізге қуаныштымыз. Енді құрметті көрермен, Жасұлан мырзаға қойылатын сұрақтарыңыз болса, біздің WhatsApp нөмірін жұмыс жасайды. Дәл қазір психологқа сұрақтарыңыз жазсаңыздар болады, тікелей эфирде жауап беретін боламыз. Енді айтып жатырмыз ғой, ұл мен әкесі, қыз бала мен анасы осы біздің жыныстық сауаттылығын, осы жалпы адамның анатомиясы жайында көп сөз қозғамайды. Қазақы отбасыларында жалпы өзімізде мүлдем оны айтылмайды. Енді ол тәрбие дейміз, ұят деп жатамыз, бірақ оны түсіндіретін адам болу керек. Енді жалпы болса, балалардың жыныстық сауаттылығын үйрету негізі қандай қателіктер жіберіп жатады, қандай үйрету керек, кім айту керек оны балаға? Нұржан мырза, шынымен де жан жақтан, интернетте болсын, басқа жақта болсын, барлығы көрсетіліп жатады да. Бірақ ата-анасы, баласы келіп сұраған кезде, бір сөз қозған кезде, ата-анасы өзі ұялып жатады. Сондықтан баласына жеткізе алмайды. Қандай қателіктер жіберіп жатады, оны жыныстық сауаттылықты тек қана бір төсек қарым-қатынасы деп ойлауы. Ал жыныстық қарым-қатынас дегеніміз ол өзінің денесін, шекарасын қорғай алуы. Мынау маған ғана тиесілі дене деп қалыптастыру алуы. Неге? Өйткені зорлық, зомбылықтардың қазір көбінесе келетін жағдайы осы. Өйткені өзінің шекарасын, өзінің денесін өзі қорғай алмай жатады. Тағы да қандай қателіктер? Балаларды барлық, жаңағыдай айтып отырып қой, жыныс мүшесіне дейін, еріне дейін сүйіп, үйретіп қойған кезде бала соны бір түсінбей, кейін ол үлкендер болады екен деп соны қалыптастырып қалуы. Және де ашық бұл жайлы балаға жаңағыдай ұрысып, не айтып жатсын, неге бұл ұят емес па деген. Ол жерде ұрыспай, қателесіп жатқан шығар, сол кезде ұрыспай, бағыттап жіберуі, өзінің шекарасын қорғай алуына бір мүмкіншілік жасауы. Енді бір өзекті мәселе деп айтсақ болады, интернет. Интернеттің рөлі зор, ол жерде барлық дүние рұқсат етілген. Қалай күресу керек осымен? Жалпы күрескен дұрыс па? Бұл жалпы интернет енді барлық жерде бар ғой. Бұл жерде интернетке бұл бір қарсылық болған кезде, оған рұқсат берілмеген кезде интернеттен іздейді. Неге? Өйткені өзінің ата-анасынан, жақындарынан ол сұрақтарды аламаған кезде, ол бір айтамыз ғой, бір запреттік сладық деп тәтті болады да, сол кезде кетеді. Бұған күресу жолы, бұл күресу емес, баланы кішкентай кезден бастап, неше жастан дейміз ғой? 2 жастан бастап. Неге? Өйткені бөлек, анасынан бөлек шыққан кезде кәдімгідей дене мүшесіне, бала бақшада болсын, басқада болсын, жыныс мүшелерін ешкім ұстамау керек екенін ашық айтып, бір айтамыз ғой, бір дене мүшесін, бір ішкі киімдерін, сол ережені содан бастап, өйткені ол бөлек, бала деген 2 жастан бастап бөлек шыға бастайды, бөлек, бала бақша басқа жақта. Одан кейін стоп деген бір ережені, бір ойын ретінде, бір келе жатқан кезде стоп, маған не жасамау керек, денеме, ағаң болсын, інім болсын, туысым болсын, ата-анам болсын, қатты жақсы көреміз, маңдайынан иіске, бетінен сүйіп, бірақ бүкіл жыныс мүшелерінен, өйткені оны бала түсінбей 4 жасқа дейін ұнайды, ұнамайды деп қабылдайды. Ұнақ болса, кейін ол ұнайды деп ойлап қалады. Сондықтан сол нәрсені сол кезден. Ал енді анатомия жағынан келетін болсақ, ол үлкен сыныптарда ашық сөйлесе алатын, өйткені ата-анасынан мейірі махаббатпен түсіндіріліп ала алмаған нәрсені ол интернеттен іздейді. Сондықтан бір сырласа келе, оған бір айтып, барлығын жайып, бұл бір жағынан ойлап қалмау керек та, что ашық бәрін үйретеді деген. Жоқ, осындай циклдар болады. Балада ол, мысалы, біз өзіміздің отбасымызда қалай қолдандық, оны бір ашық айтып отырмайсың ғой. Бір энциклопедия кітаптар болсын, бір қарап отырып, осындай болатынын, бір ашық бір бала
түсінуі. Егер де ол жерде бір жаңағыдай бір шетіне кетіп барлығын айтып тастау деген сөз емес. Жалпы өзінің денесі бар екен, осындай құрылымнан тұрады екен, соның барлығын түсіндіру. Енді егер де адам өзінің жынысын қабылдамаса, яғни оны біз қалай білеміз? Мысалы, қыздар, қыз балалар, еркек шора балалар сияқты болып бір киініп бастайды. Мысалы, өздері жаңа қыздың көйлектерін ұнатпайды, немесе ұлдар керісінше қыздың заттарына қызығып жатады. Осындай жағдайда баламен қалай сөйлесу керек? Жалпы адам өзінің дене мүшесін қабылдамаған кезде, ол тікелей жаңағыдай өзі түсінбесе, қабылдамаса, ол ата-анасы ұнасын деп, мысалы қыз балалар болады, мен 10 баладан да артық татимын деп, өз-өзін бір көрсете бастайды. Өз-өзін бір еркек жаңағыдай мінезін көрсетіп жасайды. Ол жалпы еркек мінезді қайсарлық болу керек, әйел адамда ол жағы бар. Бірақ екінші табиғат жаратылысы бойынша оны түсіндіріп, бір көрсете алуы. Онымен қалай енді күресу жолы емес, бағыттау жолында өзі нәзіктігін, нәзік деген әйел адам нәзік болған, бір жағынан нәзік болса, бір жағынан іштей жаңағыдай қайсар, іштей бір күшті болып келеді. Сол жағын түсіндіре отыра. Өйткені бір жағын ғана түсіндірсе, ол тұрып ертең мен бір дәлелдеумен басқа біреуге өзінің бір позициясын өзінің бір шығарып. Мұнда көрерменнен мынандай сұрақ келіп, жаңа айтып жатсыз ғой, балаға жыныстық нені үйретіп жасау керек. Менің ағаларым, кішкентай ұлым мектепке барса да, әлі әпшу беріштеп, ашқызып алып жүреді, нетіп жүреді. Ол ұялатын жасқа келді, бірақ олардан қорыққаннан соны істейді дейді. Енді қазақ болғаннан кейін үйде осы аталарымыздың барын бұрыннан келеткен дүниесі бар ғой сондай. Негізі бұрыннан келе жатыр, ол енді жаңа айтамыз ғой, бір салт дәстүрде бар нәрсе. Бірақ ашып, оны ұстап деген нәрсе емес, бір ырымын сыртынан жасаса, ол бір белгілі бір жасқа дейін да. Келіп, сүндет болған кезде осылай деп айтып, бірақ балаларына, ағаларына келі аш деген кезде ата-анасы біліп тұрса, оны бірден бір бізде мектептер үйретеді, мұғалімдер үйрету керек, балабақша үйрету керек емес. Әр ата-ана жақсы көретін адам тыңдайды бала деген. Әр ата-ана соны бір жаңағыдай тек қана бір айтылмайтын сұрақ емес, өз дене мүшесін саған ешкім стоп деп үйрете алуы. Өйткені бұл жерде өзінің денесін жаңағыдай қол алысады, басқа алысады, бірақ өзінің денесіне бұл жерде тигізбеуіне бір жаңағыдай айтып отыр, қысылатын болса, ата-анасы жаңағыдай осындай сұрақ қойып жатса, демек бұл мәселе енді өздеріне ыңғайсыз, комфортты болмаса, айта алуы, өз-өзін қорғай алуы осы жерден басталады. Енді мына тұрғыда қазіргі көбіне осы айтып жатырмыз ғой, балалардың киімін мектепке, балабақшаға барғанда киімін ауыстыра салуы бар, және де қоғамдық моншалар бар. Қазіргі көп жігіттер балаларын бірге алып барып жатады. Сол дұрыс па? Балаға олай көрсету, ондай үйрету? Негізі бұл жерде енді әр отбасы өз шешеді дейміз ғой, бірақ бұл жерде мысалы баласына бізде енді қазақ салт дәстүр бойынша да ұят деген жақсы нәрсе негізі. Оны біз не ұят деп мүлдем айтылмай кетеді. Сондықтан моншаларға, басқа жерлерге киінген кезде оның бір өзінің этикасы бар, жаңағыдай бөлек киіну. Бөлек жаңағыдай бір моншаға барған кезде, мысалы балаларды бірге, ата-анасымен бірге жүре беріп, білсін, көрсін деп ұялатта барып, моншаға барып бір сыра кіріп кетеді. Енді баласы түсінбейді да, бұл қалай сонда. Мына жақта ұят нәрсе, мына жаққа келген кезде бәрі ашық. Оның бір енді жаңағыдай ұзындау бір несін киіп, жаңағыдай бөлек жаңағыдай киініп, шешініп, деген өзінің бір сол кезде жаңағыдай бір өзінің ұялу емес, жалпы тұрып бөлек киіне алуына өзіне рұқсат беруі. Басқа кімне ойлап қалады, мен ұялмаймын деп жаңағыдай өз-өзін бір екінші шетіне кетпеуі. Енді баламен кім сөйлесу керек? Бұл жерде жалпы жаңа айтып отырық қой, келген кезде енді кішкентай кезінде баласымен анасы да сөйлессе болады, бірақ жаңағыдай келіп осы менікі деген кезде жуындырған кезде үйретіп деген сияқты. Бірақ негізі ұл баламен әкесі. Вот жаңағыдай айтамыз ғой, досындай бол емес, досындай сырлас дейді, әкесі ашық айта алуы ұл баламен. Қыз баламен анасы, өйткені жаңағы циклдар бар, нелер бар, соның барлығын бала білмесе, ол қалай түсінеді. Сол нәрсені бір
жаңағыдай алғаш болуын, бұл табиғатқа бір сай нәрсе барып атап өтейік деген нәрселердің өзінде бірге қолдауы, ата-ананың қолдауы өте маңызды. Өйткені ол жаңағыдай ұят деген нәрсе болса, келіп ертең тұрып мен бір нәрсе дұрыс емес деп ойлап қалуы мүмкін. Сондықтан оны енді бір мектептерде барлығына жайып салатын нәрсе емес, бірақ өзін қорғай алу деген мәселе бойынша үлкен сыныптарға. Ана баласына жауап беру керек, әке, ұлмен, ана қызбен сөйлесу керек дейсіз. Енді Жасұлан мырза, алғыс білдіреміз, аз уақыттың ішінде де көрерменнің де сұрағына жауап беріп үлгердік. Алғыс. Еңбегі жемісті болсын, сізді көргенімізге қуаныштымыз. Енді құрметті көрермен, бізде астрологтардың кеңесі Жұлдыз Жорамал.